Немереңізді айтыңызшы. Өзім немерем кішкентай 3 жастағы. Ішім ауырды деп 2 күн жылады. Бұған не болды, ішіне не болды екен деп енді уайымдайсың ғой. Енді жөтел жоқ, ештеңке жоқ, іші неменеге ауырып жатыр. Енді жел тұрып қалған шығар деп қойдың майын жағасың. Шырылдап жылап қоймайды, ішім ауырды деп. Содан кейін осы супер крем жақып көрейінші дедім да, алдым да осы супер кремді. Ақырындап сіндіріп жатқызып жақтым. Содан кейін ақырындап тілінің астына аузыңа салып жеш десем бәқ деп жемей қойды. Бірақ сүтті жылтып алып келдім да, аузына тығып жібердім да, сүтті мына іш дедім да, содан ішті. Соның ертесінде жаңағы үлкен дәретке отырған кезде қарасам кішкентай үлкен дәреттің ішінде жыбырлап, құрт жыбырлап жүр. Бүйтіп қарап қалдым, шұқылап жүрмін ғой, қызық маған. Бұл не дедім да, зубочистканы алып келдім да, шұқыласам кәдімгі құрт, аппақ құрт кішкентай. Өзім таңқалып, құдай, мына ішінен құрт шыққан ба. Сосын жүгіріп бардым да немереме көрсеттім. Көрдің ба мына? Кеше мына дәріні аузыңа салып едім, ішің ауырған ғой 2 күннен кейін. Не құрт түсті сенің ішіңнен дедім. Содан бері немерем деген супер кремді алады да іздеп жүреді. Мен ішімнен микроб түсіреді деп ананы жейді өзі. Қазір өзі жейді.